Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кез келген жас шаңырақта уақыт өте келе түсініспеушіліктер мен мінездердің соқтығысы болып жатады. Жас жұбайлардың көбісі осындай кезде біз бір-бірімізге сай емеспіз бе деп түңіліп кетіп жатады ғой. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл тығырықтан шығудың ең керемет жолын көрсеткен. Хадисте момын ер адам момын әйеліне жек көрінішпен қарамасын. Егер оның бір мінезі ұнамаса, екінші бір көркем мінезіне риза болады делінген. Мулла Али Қори айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде адам баласының пендешілігін меңзеп тұр. Ешбір адам мінсіз емес. Егер сен жарыңның бір қателігін көрсең, оның бойындағы жүздеген жақсы қасиеттерін ұмытпа деп кеңес береді. Ғалымдарымыз айтады екен, отбасының беріктігі мінсіз адамды табуда емес, бір-бірінің айыбын жасырып, кемшілігіне сабыр ете білуде дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисте, араларыңдағы ең хайырлыларың өз отбасына ең жақсы қарым-қатынаста болғандарың дейді. Әсіресе отау құрған алғашқы жылдары бір-біріңіздің мінездеріңізге жұмсақтықпен, сабырмен қарау шаңырақтың мызғымас діңгегі екен. Жас жұбайлар реніш ұялаған сәтте жарыңыздың сізге жақсаған жақсылықтарын еске алыңыз. Жұмсақтық кірген жерде береке бірге кіреді. Алла тағала отбасыларымызға тыныштық берсін.